Сәлем арна көрермендері, сіздің күнделікті тұтынып жүрген тағамыңыздың сіздің ағзаңызға қаншалықты зиян екенін білесіз бе? Қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз деген үміттемін. Олай болса, кеттік. Ең алғашқысы кукурузный хлопья. Таңғы асқа мүмкін балаларыңызға беріп жүрген шығарсыз. Шындығында кукурузный хлопья деген жазу болғанымен, құрамында жүгері өте аз, тіптен жоқ деуге де болады. Себебі оның құрамында 100% қанттар, әртүрлі консерванттар, химиялық қоспалар, балаңызға да, өзіңізге де пайдасыз. Екінші, майонез, кетчуп, үйде жасалған майонезден қарағанда, не болмаса қаймақтан қарағанда, бұның зияны өте жоғары. Ең бастысы ГМО, сонымен бірге трансмай болып есептелінеді. Шамамен сіздің бауырыңыз бір қасық майонезді 6 ай қорытуы мүмкін. Ойлап қараңызшы, ол тіпті сыртқа да шықпайды. Сол себептен абай болыңыз. Құрамының 98% қанттан тұратын газды сусындар да бұл сіздің ағзаңыздың нағыз жауы болып табылады. Тек қана газды сусындар емес, сонымен бірге тетрапакеттегі шырындарды ішудің қажеті жоқ. Себебі оның құрамында химиялық заттар, консерванттар, бояғыштар және өте үлкен мөлшерде қант бар. Денсаулығыңыздың мықты болғанын қаласаңыз, бұл өнімдерді сатып алуды доғарыңыз.